Оралда грек-рим күресінен білікті бапкер Михаил Сидоренконың жүлдесіне арналған аймақтық ашық турнир мәреге жетті. Жасөспірімдер арасындағы додаға көрші облыстар мен Ресей қалаларынан 260-тан астам балуан қатысты. Байрақты бәсеке туралы толығырақ әріптесім Еркебұлан Смадияров тарқатады. Михаил Сидоренко жайық өңірінде грек-рим күресінің жандануына жол ашқан даңқты спортшылардың бірі. Ол ел чемпионатында 2 мәрте топ жарды. Жетістікке тола мансабын кейін бапкер ретінде жалғастырды. Әсіресе ауылдық жерлердегі балғындарды жаттықтырып, биік белестерге жетеледі. Привезли команды. Сам я родом. Мен қазіргі Бәйтерек ауданында дүниеге келдім. Орал педагогикалық институтын тәмамдадым. Облыстық республикалық жарыстарда бақ сынадым. Қазір өзімнің шәкірттерімде толағай табыстарға жетуде. Бүгін менің жүлдеме арнап жарыс ұйымдастырылуда. Өте қуаныштымын. Білікті бапкердің жүлдесіне арналған ашық турнир биыл 2-ші мәрте жалауын желбіретті. Сайысқа жергілікті спортшылармен қатар Ақтөбе, Маңғыстау облыстары және Ресейдің Самара, Орынбор қалаларынан командалар келді. Жас палуандар боз кілем үстінде 16 салмақ дәрежесі бойынша мықтыларды анықтады. 11 команда қатысып отыр. Бұл жарыс 2002, 2003, 2004, 2011 жылдар туған арасында спортшылар арасында өтіп жатыр. Барлығы спортшылар саны 266 палуан. Мен осы Оралдан спорт интернаттан болам. Жаттығып жүргеніме 4 жылдай болып, 4-5 жылдай. Енді осы жарыс жақсы өтіп жатыр. Осындай жарыста жиі өтсе екен деп. Мен өзім Қазақстан біріншілігінің жеңімпазымын. Командалық есепте жарыс қожайындары жеңімпаз атанды. Ал 2-ші орында орынборлықтар еншілесе үздік үштікті Ақтөбе облысының командасы түйіндеді. Еркебұлан Смадияров, Айбек Сағынғалиев, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.